Қазбектің ат дауын шешуі. Бір үлкен ас болып, сол аста бәйгеге шапқан қаншама аттың алдынан бір қара жал құла жеке дара озып келіпті. Асқа жиналған топтың ішінен бір адам, «Мынау менің тай күнінде жоғалтқан атым» деп аттың шылбырына жармасады. Атты қосып отырған иесі, «Жоқ, бұл мүлдем жала, өзімнің кер биемнен туған қол тума малым» дейді. Көпшілік екі жағына да сенікі жөн деп айта алмай, содан барып Қазбектің туған әкесі Келдібек биге жүгініске келеді. Бірақ екі даугердің сөзін тыңдаған Келдібек, ат сенікі деп кесіп айта алмай, дағдарып отыра қалады. Екі даугердің айтқан дәлеліне құлақ түре жүріп, оған билік айта алмай дағдарған әкесін байқап 7 жасар Қазбек, «Сен қалай танығыш болып алдың?» деп даугерлердің біріне сұрақ қойды. «Мен енесін көрсем, одан туған төлін көрсем енесін жаза бастай танимын» деп жауап береді атын тай күнінде жоғалтқан адам. Сонда Қазбек атты бәйгеге қосқан адамға, «Қане сіз қалай малтанғышсыз?» дейді. «Мен енесін бір көрсем, ішіндегі құлынын туғаннан кейін сол биеден туғанын бұлжытпай танимын» дейді. Сонда Қазбек тұрып бедейді. «Жарайды, енді екеуің барыңдар да анау жүрген қозыдан 2 қозы ұстап келіңдер» дейді. Олар барып алып келгенде, «Қозыны көгендеп қойыңыздар да өрістегі қойдан өзді-өзің әкелген қозынан енесін алып келіңдер» дейді. Екі даугер өрістегі қойдан 2 саулықты алып келіп, қозыларды бауырына салғанда, ат қосқан адам әкелген саулық қозыдан жериді. Қозы да жатсынып саулыққа даумайды. Ал тай күнінде жоғалтқан деген адам, саулыққа қозысын салған енесі еміреніп тұра қалады. Қозы бауырына кіріп еме береді. Қазбек көпшілікке қарап, «Қане халайық, бұған сіздер не айтасыздар?» дегенде, көпшілік бірауыздан «Ат тай күнінде жоғалтқан адамдікі» деген екен.